19 ғасырдың ортасы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының көпшілігінің жұбайлары орыс ұлтынан болған. Сол замандағы ұлтаралық неке тыйымдарға қарамастан ұлт зиялылары тәуекелге барған, ал олардың жарлары мұсылмандықты қабылдаған. 1905 жылы 2 Николай сенімін өзгерткендерге 10 жылға ауыр еңбек жазасын қолдану туралы жарлыққа қол қойды. Бұл сол кезеңде ұлттар арасында некеге тыйым салынып, өзге дінді қабылдауға қарсылықтан туындаған шешім еді. Алайда қазақ зиялыларының көпшілігінің жұбайлары орыс ұлтынан болды. Ортақ дүниетаным, білім мен отанға деген сүйіспеншілік оларды табыстырса керек. Осы тұста қорықпай тәуекелге барғандардың бірі Ахмет Байтұрсыновтың жары Александра Журавлева. 1896 жылы ол барлық салт-дәстүрді сақтап тұрмысқа шығу үшін мұсылмандықты қабылдаған. Сонымен қатар ол атын Бадрисафа Байтұрсынова деп өзгерткен. Дәл осындай жұптардың тізімінде Әлихан Бөкейханов пен Елена Севастьянова, Ахмет Байтұрсынов пен Александра Журавлева, Жаһанша Досмұхамедов пен Ольга Пушкарева, Тұрар Рысқұлов пен Надежда Колосовская, Қаныш Сәтбаев пен Таисия Кошкина бар. Неліктен қазақ зиялыларының жұбайлары қазақ ұлтынан болмады? Мұның жауабы белгілі. Себебі сол заманда қазақ қыздарына білім алып, дүниетанымды кеңейту түсінігі болмаған. Ата-аналардың бар мақсаты қызды ертерек бірінші қол сұраған адамға ұзату болған. Қыздардың құлағына тек ошақ қасын түгендеу міндеті қойылған. Сол себептен олар оқуға ізденуге талпынбаған. Ал қазақ зиялылары бұл тұрғыда өздерінің жұбайлары ретінде жан дүниесі бай, кеңесе алатындай білімді дана жанды іздеген. Олардың жарларының мамандықтары болған, бірге әдебиет пен өнерді жақсы талқылай алған. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.